Солтүстік Қазақстан облысында жылдың басынан заңсыз жолаушы тасымалымен айналысқан 17 такси жүргізуші анықталды. Аталмыш бағыттағы жұмыстар жалғасып, өзінің оң нәтижесін беріп келеді. Жолаушы тасымалымен Андрей Ткач жарты жылға тарта уақыт бойы айналысып келеді. Жазда ол заңсыз жолаушы тасымалы үшін ұсталып, соттың шешімімен оған 34 мың теңге көлеміндегі айыппұл салынған еді. Кейін Петропавлдық барлық қажетті құжаттарды жинап, такси қызметінде заңды жұмыс істеуге кіріскен. После того, как я заплатил штраф, айыппұлды төлеп ойлана келе бірден жеке кәсіпкерлік ашып алдым. Енді көлік жүргізу қауіпсіз, сондықтан тоқтатқан кезде жолаушыларды сақтандыру техникалық байқау құжаттарын көрсетемін. Барлық құжаттарым бар. Тәртіп сақшыларының айтуы бойынша такси жүргізушілерінің заңды түрде жұмыс істеуі ең алдымен жолаушылардың қауіпсіздігінің кепілі. Жолаушыларды тасымалдайтын көліктердің техникалық жағдайы жол-патрульдік полиция қызметкерлерінің қатаң бақылауында. Такси жүргізушісі жарты жыл сайын көлігінің техникалық жағдайын қадағалап отыруы тиіс. Сондай-ақ жолаушыларға арналған сақтандыру полисі де болуы міндетті. ол жаңа такси жүргізушілерінің құжаттары болу керек, құжаттар бар. Жеке салықтық комитетінде өздерінің құжаттарын жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек, және де пассажирларына қасында оқыған адамдардың страховой полисі болу керек, және техникалық байқаудан өткен 90 сайын өткізген техникалық байқаулар болу керек. Солтүстік Қазақстан облысында полиция қызметкерлері жылдың басынан заңсыз жолаушы тасымалымен айналысқан 17 такси жүргізушісін анықтады. Мына көліктің жүргізушісі жолаушыларды Есіл ауданына апара жатқан жерінен ұсталды. Жолаушы тасымалдауға рұқсат беретін еш құжаты да болмай шыққан. Енді бұл көлік иесі айыппұл төлеуі тиіс. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекстің 463 бабы бойынша 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу көзделеді. Ал бұл 30 мың теңгеден асады. Руслан Құсайынов, Первый Северный.